Дүние өтер кетер, өтер кетер. Түбіне дүниенің кімдер жетер? Демекші, сонау бір ертеде, ешкі құйрығы келтеде, жүні бөртеде, алмағайып заманда, ноғай қазақ аманда, Қарабай мен Сарыбай деген екі бай өмір сүріпті. Бұл өмірдің байлауы жоқ, тез өте шығатынын біліпті. Ұрпағы жоқ екеніне күңіреніп, Құдайдан бала тілеп, жалынып, жалбарынып жүріпті. Пендешілік қалама, екі байда дәулеті мол болғаннан соң ба, бір-бірінен қашық жүріп, араласпай, білікті іс жасамапты. Күндердің күнінде, тағдырдың жазуы ма кім білсін, екі бай құлан аулап жүріп, ен даланың төсінде, қызыл іңір кешінде бір-біріне кездесіп қалыпты. Қазақтың ата салтымен сәлем беріп, жүз көрісіп, ішіндегі қыжылына мән берісіп, үхілеп, әңгіме құрыпты. Бірін-бірі бұрын көрмесе де сырт шертісіп, келе-келе ноғайлы елін асырап отырғандарын да тілге тиек етеді. Сөйтіп екі бай, Сарыбай мен Қарабай, ен далада 3 ай бойы аңшылық құрады. Тоқымдарын төсек, ерін жастық етіп, жапан далада түнейді. Күндердің күнінде аң аулап жүріп, алдарынан буаз марал кездесіп қалады. Сол кезде аңшының әдетімен Қарабай Сарыбайға: «Кезегімді саған бердім. Үйдегі кісіміздің аяғы ауыр еді», деді. Сарыбай күмілжіп садағын қолына ұстаған күйі тұрып қалады. Қол берісіп, төс қағыстырып, дос атанған адамның бір тілегін орындау осыншама қиын болар ма? Көктен тілеп, жерден сұрағаны, үйдегі әйелі дүниеге сәби әкелер болып отырғаны есіне түсіп: «Әй досым, марал үшін дауласпалық. Екеуміздің де мерген екенімізді бір Құдай біледі. Өзің сияқты біздің үйдегі кісі де көмәнді еді», деді Сарыбай. Бұл буаз марал болып жүрген екеуінің достығын сынамақ болған баба түкті шашты әзіз еді. Сөйтіп буаз марал жөніне кетеді. Екеуі бір-біріне айтқан жақсы жаңалықтан соң-ақ Сарыбай мен Қарабай байлар армандауға кірісіп, қиялдың тұлпарына мініп, желдей еседі. Егер екі әйелден туғандар қыз болса, екеуіне тақияны бір түстен, үкісін бірдей етіп тағып, інжу маржан түймелерін тіктіріп әшекейлейік, деді Қарабай. «Сөзіңді құп алдым, достым. Бұл қазақ дүниедегі ең қымбаттысы қызына еншілеген ғой. Сәбилер жарасып кетсін, жүздері жарқырап жүрсін», деді Сарыбай досын қуаттап. Аттарымен желе жортып, көмекшілерін қоса ерткен бұл тобырдың қуаныштары күннен күнге молайып, достықтары мызғымас боп беріктеніп келе жатты. Бір таудың баурайына шатыр тігіп, қымызын ішіп, атқан олжасын ортаға салған қос достың бірі Қарабай ертеңгісін тұрып, қуанышты түс көргенін айтып, Сарыбайды қуантты. «Досым, құлағыңды сал. Мынау дүниенің есігін ашар сәбидің екеуі де ұл болып, өміріміздің жалғасы бола ма деп түсімді болжадым», деді. Сарыбай бұған ағынан ақтарылды. Қуанышын жасыра алмай, онда екеуі құлын тайдай тебіскен дос болып, елге атағы шығып, «Пау, мынау кешегі Сарыбай мен Қарабайдан қалған ұрпақ қой. Әкелері қалай жарасты болса, ұлдары олардан асып түсті», десін. «Бірлік бар жерде тірлік бар емес пе? Құшақтары ашылмасын», деді Сарыбай. Қос бай орындарынан тұрып құшақтасып, тағы бір төс қағыстырды. Өмірдің бір орында тұрмайтыны белгілі. Таңы атса кеші батады, күні шықса түні келеді еңселеп. Сынаптай сырғып қуанышы да мол, қайғысы да жетерлік, уақыт өтіп жатты. Алла таңнан атқа мініп,
күні бойы жортып, кеш алдында тыныстар бір кез болады. Осы бір сәтте тынымсыз Қарабай қымызға тойып болып, жастыққа шынтақтай жата кете. Ау Сарыбай достым, кешегі әңгіме күні бойы ойымнан кетпей қойды. Ішкі сырымды сенен қайтып жасырайын. Екеуміздің әйеліміздің де аяғы ауыр. Сол шіркіндер бірі ұл, бірі қыз тапса не істейміз, деді. Аузын ашса көмекейі көрінетін Сарыбай бір демде: ау досым-ау, Құдай сондай күнге жеткісін десеңші. Төс қағысқан құда боламыз. Кеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық деген. Айтқаның келсін, ниетің Құдайдың құлағына шалынсын, деді жанары жасқа толып. Екеуміздің ойымызды Құдай көп көрмесін. Соның алғы шарты болсын. Қарғы баулыққа айбас қолды бердім. Міне адамдар куә, Құдай куә. Екеуі тағы құшақтасты. Қарабайдың әзілдегісі келді ме, әлде бір саусағын ішіне бүккені ме, кім білсін. Сарыбай досына көзінің астымен ұрлана қарап: ал құдаңа қалың малға не берер едің? Деп сауал тастады. Сарыбай жарылқап салды. Досым-ау, сол күн сенің де менің де басыма қашан келер екен? Ағарып атқан ақ таңнан да, тау тасасынан шыққан күннен де, Құбыладан қиырға қарай қалықтаған бұлттан да, қызыл іңір кештен де, айы самаладай жарқыраған түннен де, сол бір бақытты шақтық қашан келерін сұрап, есім кетті ғой. Қалың десей, балам үшін мал тұрмақ жан садаға. Екеуміз құда бола салсақ, 40 қаранар, 100 жылқы берер едім. Одан көбірек сұрасаң да мейлі, Қарабай дос. Егер мен қыз берсем, қалың сұрар, тоқтамым осы, деді Сарыбай шынын айтып. Өмірде әркімнің бір еншісі бар. Ертелі кеш аң аулаған әрі арманды, әрі думанды топ ен далада сайрандай берді. Таң ағарып атып, таңғы шолпан батып, тау тасасынан күн шықты. Ен далаға тірі тіршілікке масатыдай шуақ нұрын шашқанда, бел астынан белін бекем буып, қылқұйрық атын мініп, шапқылаған біреу көрінді. Бейтаныстың аузынан Қарабай мен Сарыбай армандаған, әлеуетті де қуанышты, сүйінші деген үн естілді. Мұндайда дүрс-дүрс соққан жүрек, шіркін жарылып кетпегеніне не дерсің? Сүйінші деген үн қыр астынан естіліп, шапқын ат белеңге шыға, маң даланы дүрсілкіндіріп, шартарапқа жайылып, жаңғырып бұл маңға қайта оралды. Сүйінші! Қарабай да Сарыбай да бір орнынан тыныш таба алмай, алдыға тебініп қарсы шыға бармай, бір сәт тұрып қалғанды. Пенде емес пе, ойларына не кіріп, не шықты. Әркім Құдайдан өзінікі ұл болса екен деп тіледі. Мұндайда уақыт өтеме. Дәл осы толғанысты сезіп білгендей хабаршы енді: мама бике бәйбіше ұл тапты, сүйінші, деп жарты әлемді басына көтерді. Не дейді? Құлағым не естіді? Айналдым Құдай берген ұлдан, деп дауыстап жіберді Сарыбай. Әлгінде ғана аспан көгінен жауған жаңбыр осы қуаныштың хабаршысы боларыны білгендей, төгіп жіберіп тынши қалды. Құтты болсын, деді Қарабай. Бауы берік болсын, деді көп. Бұл екі ортада атын сабалап хабаршы да жеткен. Ол мал иесін көргенін медеу тұтты ма, жақындай беріп, сүйіншісін жиілетіп жіберді. Аузыңамай, сүйіншіге 100 жылқы тай, деді көзі жасаураған Сарыбай қуаныштан жүрегі жарыла жаздап. Осы бір сәтте уәделесіп алғандай, сүйінші деп дауыстаған екінші бір хабаршының даусы жетті. Қарабай бір орнынан дағдарып тұрып қалды. Менің де сәбиім ұл болса екен, Құдай-ау. Сарыбайдан менің нем кем? Жұрт алдында жерге қаратпа.
деп іштей тілей берген. Сөйткенше аспан асты гүр етіп, найзағай от шашып, шашу жаңбыр төгіп берген. Сарыбай да, құдайым, досымның тілегін қабыл қыл, ұлды қыл құдайым, деп тіледі. Хабаршы бет бағдарын өзіне бағыттағанда Сарыбай әлденені сезіп қойғандай еді. Сүйінші сұраушы алғашқы хабаршыдай екпінді емес болатын. Қыз өріс, ұл ұрпақ жалғасы. Қатып қалған ата-баба қағидасын кімнің бұзуға құқысы бар? Қалай дегенде ұлдың аты ұл ғой, құдайым, деп күбірледі Сарыбай. Қарабай жанындағы тұрғандардың әр қимылын бақылап тұр еді. Досының жүзінен күдік қылаң бергендей болды. Осы бір күдік Қарабай үшін көз алдына кекті дұшпаны тұрғандай елес берді. Оның үстіне жақындап келген хабаршы: «Сүйінші, қара көз бәйбіше дүниеге қыз әкелді», деді дауыстап. Жұрт тына қалды. «Тайлы бие сүйіншім», деді осы сәт Қарабай үні бәсең шығып. «Құдай айдағандай осы сәт Сарыбай, қыз да болса өріс, қареке, қалың малыңды санап ал, Құдай алдында уәде», деп айтып қалды. Бұл сөз Қарабайға ауыр тигендей болды ма, кім білсін, түрі сұрланып кетті. «Құлынымды көргенше шыдай тұра алмаспын, кездескенше құдеке, аман болайық», деп мінісінің басын Сарыбай ауылға бұра берген. Өмірде бір өткерер жалғыз қуанышын көре алмай, қу жылғысын сүйе алмай, бұл дүниеге сия алмай, фәни дүниеде жүре алмай, бетін топырақ жапқан адам қанша екен. Самал жел шайқап, бұтақтары жайқалып, неше бір ұя салған құстары әнді шырқап тұрған шақта, ойда жоқта пайда болған қатыгез дауыл есіре соғып, төбіне қопарып тастаушы еді ғой. Сарыбайдың қуанышы мен өлімінің арасы тобық пен тізенің арасындай-ақ уақыт екен. Жүрегі алып ұшып дүрсілдеп, мінісіне қамшы басып, ауылына әне-міне жеттім деген. Тағдырдың жазуы сол ма, әлде ауылға қарай шапқан салт атты жанына жақпады ма? Тәңірдің қолдауымен атты сүрініп омақаса жығылды. Қуанышы жақын Сарыбай оны көре алмай мойын үзілді. Жер астына тыққанша қыр соңынан қалмаймын. Қайткенде де күн амалын тауып жалмаймын дегені осы шығар. Соңына ерген топ Сарыбайдың жүзін жауып, атау кересін ішкізіп, қара жамылып ауылға алып жүрді. Өкініші мол, қуанышы аз бұл тағдырға не дерсің? Қамшының сабындай ғана қысқа өмірде адам пенде бірінің бірі ісін қуаныш көріп, мал дүниесін бөліп, ақ жүрегін еліне, досына ұсынып неге ғана өмір кешпеске? Менен артық жеп қойды, тұлпар мінді жалын тарап. Мен солардан қалып қойдым, өз еншімді алып қалам деп, кеуде соғып, іші күйіп, екі аяқты пенденің ісін қайталағанды қашан қояр екен бұл қазақ? Ертеңгі күні өкініп, енді олай етпеске бекініп, жер шұқығаннан не пайда? Өтті өмір, көзі ашық тірі адамның еншісі боп қала берер қара жер. Сол пенденің бірі Қарабай көре тұрып, қайта оралып, төс қағысқан досының өліміне де бұрылмады. Бойын билеген қызға ныш алға салып жетеледі. Шайтан азғырып, ібіліс жетеледі. Әлқисса, әңгіменің бетін өмірге келген сәбилер жөнінде құрайық. Тірі адам тіршілігін жасайды, көрер қуанышын көре алмай, сәбиінің бетінен Сарыбай сүйіп те кете алмады. Ел ағасының қазасына егіліп, жұртты сүйегін жерге берді. Ұрпақсыз қалса, өмірі жалғаспаса қайтерең, деп елі Мамабикеге жұбату айтып жатты. Сәбиге де ұзақ өмір тіледі. Өмірдің қызығы мен қайғысы қас пен көздің арасында ғана екен ғой. Бірі о дүниенің есігін қақса,
бір жарық дүниенің табалдырығын аттады. Әр тағдырдың өз орны бар. Айтқаныңа көнбейді, айдағаныңа жүрмейді. Сарыбай байдың бәйбішесі Мамабике мен Қарабайдың бәйбішесі Қаракөз екі баланың өмірге келуіне салтанат етіп, көптен мал сойып, елін жиып, үлкен той жасады. Палуан күресіп, жеңімпазы атаған өгіз алса, қыз бен жігіт айтысып, бірі жеңіп, бірі жеңілді. Аламанға қосылған 100 тұлпардың оза шапқаны, көмбені бұрып тапқаны, бәйгеге үйір жылқы айдады. Жаяу жарыс, қыз қуу көкпар, теңге алу да ұмытылған жоқ. Аударыспаққа бел шешіп, кіріскен білектілердің додасы ел көңілінен шықты. Осы тойда Буаз Марал баба түкті шашты, әзіз сәбилердің құрсақта қосса, енді ақтап келіп, ұл есімін Қозы, қыз есімін Баян деп қойды. Олардың алдында сан қилы тағдырлар, биегі де, белеңі де, ойы да, оры да мол соқпақ жатты. Жұрт тілеуі жақсылық, қатарынан қалмасын, Құдай басына бейнет салмасын деп, әр тарапқа тарап жатты. Туа жетім Қозы да, әкесі Қарабай, кеудемсоқ, дөкір, Баян да мөлдір сәбиліктің сәтті күндерін бастап жіберді. Шайтан азғырған Қарабайдың жадына осы бір сәттерде адам ойламайтын пасық ой түсті. Соның кесірінен дүниені шайқап жасалған тойға да бармады. Қайдағын ойлады. Қабырғасы мен кеңесіп, ары-бері төңкеріліп, өзінше болашақ тағдырына тон пішті, жол кесті. Ақыры 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, сары арқада бетім ауған жаққа көшемін деп, уәде Құдай сөзі. Оны да ұмытты. Жалған намыс жанын жегідей жеп, жақсылықтың бәрін жұтты. Қарабай бай жетім ұлға қызын бермейді, деді сонан соң тістеніп. Албырттық пен Сарыбаймен құда болып, төс қағыстырған шығармын. Баланың ойыны, бақсының жынын жасаппын. Сөзімді қайтып алдым. Неткен қиында қатыгез шешім еді бұл кесім. Адам адасарда ібліс жетектейді, дейді даналар. Қарабайдың пейілі тарыланып, дүниенің бәрі көз алдында мол алтынға малынып, өзі өлместей болып алды. Өзіне етене жақын, жайылып жастық иіліп, төсек болған еншелес Әліжаппар деген құлын көмекке шақырды. Ақылдасып ешкімге тіс жармай, басқа жақтан дұрыс жер, жайлы қоныс іздеуді өтінді. Түн аралатып, кешеу қызыл іңірді Қарабай қабағына қан қатып, түктіре, тікірейіп, көздерінен ары-бері аунатып, өз үйінің төріне кеп отырып, ақылын сынып, сөз бастады. Байқаймысың, құбыладан қара дауылдың соғуы жиіледі. Ертеңгі күні қар жауып, боран соғып, жұт болса алдыңа салған малыңнан айырылып, таяқ ұстап қалатын түріміз бар. Малсыз күнің қараң, көрінгеннің жетегінде жүрер шамам жоқ. Асқар таудай атым бар, жайлы қонысқа көшемін деген антым бар, деді Қарабай. Не дейді? Деді шошынып қалған бәйбішесі Қаракөз. Әліжаппар малдың жайын менен де, сенен де жақсы біледі. Оның үстіне зар жылатып, болашақ күйеу балаң мен құдағиың Мамабикені тастап кетпексің бе? Қарабай сынған шыныдай шарт етті. Ай қатын, ақылың өзіңе, көңілің қалып жүрмесін. Мұнда тұрсам жұрт сөзінен ішіме қайғы толар. Ертең ақ жұрт жетім балаға қызын беріпті деп мазақ қылмай ма? Теңкелер құдаң тірі болса бір сәрі, деді Қарабай тұтанып. Сонда қайда көшпексің? Қашқын құда, деді Қаракөз ескі әдетімен күйеуін піспелен. 9 ауыл Аягөзге көшеміз. Соқпай мына тұрғанда қара дауыл. Ол жақта да жұрт бар. Ноғайлының халқы бізді құтпар. Сондықтан да менімен текетіреспей үйіңді жық, деп Қарабай орнынан тұрып сыртқа беттеді. Әй кісім,
Жас баланың жолын кеспе деген бар емес пе? Жас өспей ме? Жарлы байымай ма? Жылатып тастағанның жөн емес, деді Қаракөз қатуланып. Сөзді қысқарт, деп ақырды Қарабай. Қатынның ісі қарақап жаппассың ба маған жала. Қатын билеген ел қараң қалады. Айттым, бітті, деді Қарабай атына мініп. Ау кісім, мен білсем дәл осы ауылдай жайлы қоныс таппайсың. Сыйлайтын, жақтайтын онда жұрттың жоқ. Тілімді алсаң, жастай жетім қалған баланы жылатпа. Обалы сені кеудеңе шығып таптайды, деп Қаракөз зар қаққанымен Қарабай құлақ аспады. Отағасы көнетін түрі жоқ. Жақсылыққа қадам баспады. Жылай-жылай түңіліп, Қаракөз қалды. Қарабай 9 үйдің жүгін тиеттіріп, көшуге дайын отыруына бұйрық салды. Құрыққа сарық жалғаған Әліжаппар құл 6 жылдық қара бедеу атқа мініп, жылдық жерді аптада аралап, тауды кезіп, тасты таптап, қоныс іздеп, мекен шолып оралған еді. Құл үшін бұл дүние аударылып түссе де бәрібір. Білетін құдайы, қожасы айтса, бәрі мақұл. Қара бедеуді тебініп, жылқы басы Әліжаппар құл көп, кешікпей ен далада дел сал боп 30 ойлы жүрген Қарабайға. Ассаламағалейкум, деп сәлем берді. Қареке, құдайың жарылқап, торғайың шырылдады. Күзің болса, орталанып қалды. Қыр астында қысаң тұр. Тобыр-тобыр үйің бар. Абыржыған күйің бар. Айдайтын сан жетпейтін қыл құйрығың мен шекшіген қошқар ата пірің бар. Асықпасаң болмайды. Үйлерді жығып, дайындал, Аягөзге көшеміз. Қолдың сөзі ірі түскеніне Қарабайдың кеудесі бір көтеріліп қалсын. Әлжаппар хабаршым, ол жақта мал салар көл, ерге қоныс болғандай жер, бізге бас көз болардай ел бар мекен? Деп жөпелдемелі сұрақты жаудыратып жіберді. Отын суын көрдің бе? Әлжаппар жауап беруге асықпады. Тек сәлден соң барып, оа Қареке, Аягөздің сарқыра баққан мол саласын, Ноғайдың тастан соққан қаласын көрдім. Бір өкініштісі, бағатұғын сан мың малын байқамадым. Тек толып жатқан қаласы барын байқадым. Олай десек, шалғынымыздың шүйгінде мол малымызды жайылып, Ноғайлар бізге бас иіп, құрметті болармыз, деді Әліжаппар онан сайын әңгімені қыздырып. Құлағына қу сөз тиюі мұң екен. Қарабай шыдап тұра алмады. Мінісін тепкіленіп, үйлерді жыққызып түйеге артты. Бала жылап, ит үріп, ауыл шулап жатты. Осы бір сәтте көрші Сарыбай ауылынан Мамабике бәйбіше келіп жеткенді. Әй құда, ай күннің аманында бұл не қылғаның? Жетім ұлға қызымды бермеймін деп тұра қашқаның, қайсасқаның, деп көзіне жас алды. Тумай жатып әкесін жұтса, келесі өлімді менің күтіп жүрер шамам жоқ. Айтқаным айтқан, одан сірі қайтпан, деді ары бері жүгін жинап жатқандарға көз тастап тұрған Қарабай. Ат құйрығын кескенің бе Қарабай? Ен далада төс қағыстырып құда болдың. Көңілің толды. Қос сәбидің жазығы қайсы? Сарыбайды құдайым өзі жіберіп, өзі алды. Шерлі көңіл бейбақты ұлының жүзін бір көруге жазбады. Енді келіп, жығылғанға жұдырық көрсетіп, сен кеттің. Құдайдың қарғысына ұшырама, Қарабай, деді Мамабике бәйбіше, қорлағанға жаны күйіп. Қара тастай қатып қалған Қарабай міз бақпады. Кешегі қол алысқан уәдені таптады. Жесір қатын, жетім баланың қасіретін уәж қылып жатпады. Қоштасуға да батпады. Ай Қарабай, жетімнің өсіп жігіт боларын білмеуші мен, жалғыз балай деп күңіреніп жүрмеуші ме едің? Құдай асқанның көкірегін басады, кінәсіз жетімнің көңілі асады. Алла сол күнге жеткізсін, деп атының басын бұрды. Қаракөз құдағи мен екі бала бір-бірімен табысуға жазсын деп қоштасып,
көз жасына ерік беріп қала берді. Қарабай үстемдік етер 10 үйінің жүгін тиелеп өрге озды. Құбыладан көрінген қара бұлт кемерді жапты. Кедей болсаң көшіп көр демеуші ме еді бұл қазақ. Көш көлікті болсын деп жол тілеп жататын да солар. Бұл тілеуді де текке айтпайтыны белгілі. Қоныс жақын жерде болса, мүттайым алыс қырға жол шегу ауа мен бау жетерлік, азабы мол машақат қой. Қарабайдың көші өлеңтінің бойынан өткен күні сабасы жарылды. Осы жер тарихта Ақкөл мен Жайылма деп аталып қалады. 90 құлы жылқысын айдап, түйесін жайып, алғашқыда Шыршық пен Бассудан Көктай өтіп, Шолаққорған мен Қаракөлге жетті. Бір тыныстап алып қайта көшті. Жолында Көктомпақ мен Шу арасындағы Бетпақтың шөлі кездесіп, онсыз да алыс жолдан шаршап келе жатқан 4 аяқты мал шыдамай, 90 нар жығылып құмды қалды. Қоба белдің үстінде түнеген күндерде су таппай құлын тайлар шөлден өлді. Ақыры Қарабай көші Шуға жетіп жығылды. Алдарында Ақбасты Алатау күнгей мен Жоңғар тау жатты. Одан асып Балқашты жағалап Алакөлге жетті. Мал қырыла бастаған шақта Айбынды, Ақшағала, Алакөл Қарабайға құшағын ашып, маялына жай, адамына қоныс атанды. Әлі Жаппар құл тапқан Аягөздегі жайлы қонысқа жеткенше Қарабай тыным таппады. Бұл сәтте бар дүниені тірі атаулыны бөлек қойғанда Қарабай үшін 2 қажеттілік бар еді. Оның біреуі мал, екіншісі малын сақтайтын малшылары болатын. Бай қарауындағы айналасындағы адамдардың берекесін ұшырып, әбден күйзелткен еді. Өзі сараң пейілі тар, мал құмар мейірімсіз, ішер асқа киер киімге жарымайтын, пендеге кейде бір құдай жақ болғанға таңдан басқа шараң жоқ. 90 мың мал айдаған бай болса да, үйінде сілкіп киер шапаны жоқ. Жазы қысы 12 ай жайлап, қыстан ен далада жылжыған Қарабай көші әлі Жаппар айтқан ноғайлылар мекендеген Аягөзге де келіп жетті. Аягөздің белеңіне шыға бере-ақ қарауылдар өздерінің ноғай ішіндегі бас мырзасы Сұлтанғазыға дәулетті бар бір шалқар көл бай көшіп келді деген хабарды жеткізді. Әдетте ен дала мен таудың беті мен қойнауына мал толса, алабы шалғын, құтты жер болса, көршісі тату, бір-бірімен ағайын туыстай қош алысқан ел қонса, жер дүние соғыссыз, шапқынсыз, бейбіт күн болса, одан артықтың қажеті қайсы? Сұлтанғазы бөркін аспанға атты ел көбейіп, байлық шалқып жатса, не десін? Сонау бағаналы балталы елден өздері көрмеген жерден туысқан кеп жатса, қазақ қолын құсырып тыныш отыра алсын. 6 жасар бала алыстан келсе, 60 жасар ақсақал сәлем беруге асығар демекші. Сұлтанғазы мырза Қарабайдың алдынан шығып, нөкері мен қарсы алып, аман саулық айтып, жөн сұрасты. Жағдайларына жақын жайларды тең сұрасты. Сұлтанғазы Қарабайды ерулікке шақырды. Қарабай пақырдың кім екенін қайда білсін? Бөтен ел, бөгде адамдардың ортасында үйрену алғашқыда қиынақ. Басқан ізің, бақылаулы жүрген жолың, қарауыл жұрттың назарынан тыс қалмайды. Әр елдің салты басқа, иті қара қасқа демекші, адам үйреніскенше, жылқы кісінескенше. Бір ғажабы, сол жолы ерулікке шақыруға келген кісі Баянға көзін қадап, жылы жымиып қоштасты. Оның туған айдай толықсыған қызы бар екен деп елге айтарын, қызы да, шешесі де, тіпті әкесі де сезді. Баян әрі-бері ойланып, әрі-бері кезді. Алыста қалған ауылын жүрек сағынар қосағын ойлап, тостағанын, жуғаны мен
тағдырдың жазуына төзді. Сұлуға жігіт байлыққа сараң әуес. Қарабай ауылының ыңғайы мен сығайы жақсы көрініп, ат мініп, ирек қамшылап, Сұлтанғазы мырзаның сарайына бет бұрды. Сарыбай бай қарғыбау қып, Қарабай байға еншілеген айбас үйде қылды. Әліжаппар құл құрметі асып, Қарабай мен бірге атқа қонды. Қаракөз сәнді киініп, сүрмесін жағып, сұлу баян шолпысын сылдырлатып топқа қосылды. Хабаршы жігіт бәрін бүлдірді. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жетеді демекші. Сарай маңын дүмеп алған 400 ноғайлы жігіттер Қарабай байдың қызы Баянды көруге ынтық болып қарсы алды. Баянның сұлулығына барлығы да аузын ашып көзін жұмып ах ұрды. Әп сәтте сұлу қыздың есімі аягөз бойын шарлап кетті. Тіпті сонау көк мұз тастанған биік шыңдарға адам бармас, қиын қолаттарға, самұрық пішіндес құздарға жетті. Тауда Баян деп сілкінді, таста Баянды іздеп шарқ ұрды. Самалда Баян деп желпінді, көлде Баян деп толқыды. Әп сәтте сарай маңы сағыныштар мекеніне айналды. Сұлтанғазы Қарабайға төр ұсынды. Қаракөз де құсын басқаларға көрсете бергенге қымсынды. Кілем төселген дастарханды сынай қарап, арқа қызының әдетімен жан жағына көз тастап, ауылға ноғай келсе барушы едік. Күйеуіне қазынаны малға сатып алушы едік. Жапырақты шай қылып іше алмай, ақ қантты көзге ауруға салушы едік, деп бір қойды. Іздегенге сұраған, осы бір сәтте қонақтарға деп самауырын мен шай келтірілді. Мұны көріп Қаракөз жатып тулады. Қара шайдан қақ іздегендей болдық-ау. Еруліге осы болса, теңсінбеймін ноғайды. Сарыарқаның мол дүниесі қалды-ау, артта обалды. Деді бай бәйбішесі дастарханды менсінбеді. Шынында Қаракөз дүниенің кеңдігін қырда жүріп үйренген, молдығынан шүйгініне қарап түйсінген адам еді. Сарыарқаның тамағы да, дәрісі де, шарабы да, сусыны да қымыз емес пе еді. Оның жанында ноғайдың қанты мен шайы не тәйірі. Бестісі құнына болып бөлінген қымызға не жетсін. Дәл қазір арқа жерінде отырсаң, біз сияқты қонаққа сабада тұрып, қотарылмай ашыған бабына келген күштісі бесті қымыз келер еді. Темір ыдыс пен ас ішу не деген сұмдық. Мына отырған шайға саумалды қосса да қызыл күрең болып өзгеріп кетеді. Әйелдің ісі дастархан маңы. Ол оңбаса, от ана да әйел болып жартпайды. Осы бір сәтте ойланып кеткен бай бәйбішесі бөгде ортада отырғанын енді сезгендей еді. Туған жердің бір тал жусаны да ыстық. Бәйбішесінің көңіліне қаяу түскенін байқаған Қарабай. Ой қатын, ноғайлар мына тірлігіңді байқап қалса ашуланар, көңілі қалар. Ертеңгі күні араласар да, құраласар да осылар. Байқа, деген қабағыңды сездірді. Жас Баянда ұсынған шайды еппен ішіп, төмен қарап, ой үстінде қалыпты. Астан соң ән шырқылап, ойындар ойналып, ноғайлар қонақтардың көңілінен шығуды қарастырған еді. Бірақ Баянның көңілі көншімеді. Өзіне тігілген сан көзді жасқап ештеңе демеді. Тілін тістеген күйі отырды. Адамды кейде шайтан түртеді, әйтпесе Қарабай. Әй, осы менің Баяным көп ноғайдың бір мырзасының құшағына құлап жүрмесін. Өздері де ойымшыл келісті екен. Бірлігі адам құптарлық беріш екен. Деп қалғанда, онсыз да тұтанып, назаланып, күйіп отырған Қаракөз есінен айырылып қала жаздады. Мына есерсоқ ненің басын шатып отыр? Есігіне келе алмайтын, табалдырығына таянбайтын ноғайлының жігіттері гүлдей жайнап, масатыдай құлпырған сұлу десе сұлу, үріп ауызға салғандай
Баянымның жанынан көш жерден аулақ жүрсін ау. Елін тастап жерін жерсінбеген, өл десе малы үшін жан беретін байы қалай сөйлейді ә? Қаракөз 10 ойланып, 100 толғанып, Қарабайдың сөз ыңғайының түп төркінін ұққандай болды. Ноғайлының бар жігітін Баянды беремін деп үздіктірсе, олар мыңғырған малын бағып түзде жүреді. Қарабайдың көңілі де ұйқысы да тыныш, шалқақтап өмір өткерері анық. Ол үшін сонау елде қалған күйеу баласы қозының тірлігі өткен кеткен дүние. Сұлу Баянның сүйіп қосылар жары туралы әңгіме еріккеннің ермегі. Аузыңа келген сөзіңді іркіп сөйле. Пайғамбар жасына келгенше аузыңнан бір дәнді сөз шықса не қылсын. Маған Ноғайлының дәрі емес. Баянның маңы тұрмақ, шаңына жоламайды, деп ұқтырды сөзін Қаракөз. Екеуі көзбен атысты, қабақпен ұғысты. Бір сәт Баянның көзі анандайдан өзіне көз тіккен Қодарға түскенде қалтырап қоя берді. Түгі тікірейіп, жүзі бояудай қара, көздері жіпсиген, төбедей төңкерілген алып жігіт құдды жер астынан шыға келген диюдай еді. Баян оның алдында киіктің лағындай көрінген. Сол бір сәт Баян үшін күн көкжиекке батып, тау манаурап, құбыжыққа ұқсап, көк аспан қара барқыт түске айналып, төбеден Әзірейіл әлдекем қарап тұрғандай еді. Баян өзіне төнер қауіпті бірден сезді. Қалай дегенде, еркектің аты еркек. Қас сұлудың сұлу сиқырына шырмалып басын тігіп, не бір құрбандыққа барары айдан анық. Қыздың 40 жаны бар, қала бере қулығы да жоқ емес. Құтылудың жолын қарастыру керек. Баян қыз осы бір сәтте әлемді шырлап кеткендей деді. Алда не бір қуанышты да қасіретті күндер бар болатын. Қазақтың тойы тарқамасын, шаттығы шалқып, қуанышы көл болып тасысын дейік. Еруліктен соң сыйласқан жұрт қолпаштап Қарабай бай мен Қаракөз бәйбішесін ай мен күндей ақ Баянды шығарып салғанды. Үлкендер Сұлтанғазы мырза жетектесе, Баянға бүкіл жігіт ерді. Оның ішінде ер білекті, ғашық жүректі алып төбеде Қодарды илескен. Осы бір сәтте оң жақта қыз Баянның алтын күймесі қырулы тұрған. Қыз күймеге кіргенде Қодар: «Ей сұлу қыз, сырғақтамай дұрыс жауап бер. Сен арқаның сұлуы болсаң, мен Ноғайлының мырзасымын. Сұлу Баян дегенді менсінбейсің, мынау жігіт екен деп теңсінбейсің. Ерегіспе ерменен қыздың ерге барары, күйеуге оның жарасып, жарары да ұмытпағайсың», деді жерден шыққандай гүр етіп. Түріне қарай ісі де барын өктемсіп білдіргені Баянның да жарасып тырнап алғандай еді. Дегеннен қасыраспай, қарыспай, Қодармен шекісіп, қабақ шытып, жарыспай, көңіл табар сөз айтты. Өз сенімін қатайтып, өрекпіген асауды тигізген тартып, сылтау тауып, жас сұлуда қуланды. Өктем жігіт, ер бозбала, бұлай сөйлеу асқандық, бұл дүниеде қызу қанды, көп жігіттің өкпе сөзін достықпенен атқардық, деді. Баян сөз алған жұмбаққа тіреп. Қыз сөзіне Қодар жігіт ойланып қалды. Сұлу арудың өзіне сыпайы әрі сөгіп сөйлеуі арынын басып тастағандай еді. Күйме орнынан қозғалса, қолына ұстаған құсынан айырылып қалардай күй кешкен. Қодар қызға басын иіп кешірім өтінді. Ағат айтсақ, өтінемін кешірім. Жігіттің де жүрегі бар. Сыңар іздеп сабылған. Сұлу Баян осындайды сөйлеп қал. Бір өзіңнен сөз күтеді Ноғайлының сырбазы, деді Қодар сыпайыланып. Қыз қулығы 40 есекке жүк болған демекші. Баян Қодар мұңын шаға отырып назын жеткізді. Тура айтты деп, өкпелері жігіт емес көрінесің,
сал Қодар. Қолымдан жетелеген сүйікті атан нарым бар. Кім болса да ноғайлыға тимеймін. Арлы қыз деген атым бар. Қатты айтты демегін батыр Қодар. Менің мазамды алмай жайыңа жүр. Алтын айдар шоқ белбеу жарым бар, деді Баян. Сөзіңе сенем бе, өзіңе сенем бе? Көрмеген жердің жұмбағы, көрмеген адамның есімі болады. Ол жігіттің кім еді? Баян сұлу. Сен сүйетін менен артық несі бар? Деді Қодар. Баян көзін төңкере қарап, қозысын есіне алып, ағынан ақтарылды. Менің жарымның есімі Қозы Көрпеш. Мен Қарабай қызымын, Баян Еркеш. Баба түкті шашты әзіз, аян беріп ат қойған. Қодар сал, соны ойлаймын, ертелі кеш, деп қуана да, құшырлана да, өлеңдете жауап берді. Баян. Ғашықтың тілі тілсіз тіл дегендей, Ноғайлыда Баянға ғашық болмаған жігіт атаулы саусақпен санарлықта еді. Оның үстіне Қарабайдың бағы жанды. Сан мың жылқы айдаған байдың қағанағы қарқ, сағанағы сарқ. Бір Баянға ғашық болған Қодар бастаған 90 жігіт жылқы бағымға жегілді. Онда да Баянға өштескен Қодар жігіттердің басын қосып, Қарабай сұлу Баянды жылқысынан бағып, қойын қайырып, еңбек еткенге береді. Қане қимылдап қалыңдар, деп кеңес қылды. Бұл бір адам естіп, көз көрмеген оқиға еді. Баян қызды көрген жігіт кешке дейін көп ішінде ардақты атанды. Баян қызбен бір ауыз тілдескен жігіт көп ішінде сыйлы әрі бақытты атанды. Қарабайдың сұлуын жырға қосып, оны жаттап алып көпке айтқандар ақын атанды. Ал суретін қағазға әдемілеп салғандар Баян қызға жақын атанды. Сері, сал жігіттер Ноғайлы жерінде той болып, дастархан жайылса, Баянды әнге қосып, сұлулығын суреттеп, ән шырқады. Рас, біраз жігіттер сұлу қызды бір-бірінен қызғанып, текетістерге жұдырық сілтеп, төбелеске де барды. Ел ортасы қазы мен биге жүгінген, сөйтіп бітіммен тарасты. Бір-біріне жарасты. Қарабайдың Баяны ауыздан шыққан екі сөзді бірі осы Ноғайлыдағы қыздардың бірі болды. Әкесіне не керек? Жігіттер жарайсыңдар, қызды алуға қалайсыңдар. Еңбегің ерен, маңдайының жазуы қызығарлықтай терең болсын, деп алдау сұратты. Қызының ертеңі күнін ойлағысы жоқ, тамағы тоқ, қайғысы жоқ, мінезі ноқ. Ол бір күннен соң бір күнде кешіп жатты. Сөйтіп, Құдай айтты. Әлқисса, енді біздер өткенге көз жіберіп, еске алайық. 90 мырза қызмет қылды. Сұлу қызы үшін жүрегін жылды. Осының ішінде сонау бір Сарыбай, Қарабай құрдасына Қарғыбау деп беріп кеткен Айбас құлда қызмет етіп жүрді. Ісіне адал, сертіне берік Айбас мына сұмдықты көріп, ішіп күйді. Алыста қалған сарыарқасын, жетім қалған қозыны есінен бір шығармай әрқашан ойлап түйді. Қарабай мен Қодардың жүздеріне қарап өтірік күлді. Қайткенде Баянға қозыдан бір хабар жеткіземін деп, іші түтін, сырты бүтін дос адам болып жүрді. Оның да сәтін келтіруді ойлаумен күн өткізді. Жылжыған жылдар, ат желісті айлар, аршыдағы апталар, қас қағым сәт күндері өтіп жатты. Ала айғырды еттеп мінген Қодар өрге шапты, қырға шапты, жылқыны өз жылқысында етіп бақты. Сөйтіп жүрген қара бедеу бие Құдайдың құдіретімен буаз болып, таң сарғайы батып, шолпан жұлдыз батып, қиыр бетте ақ шапақ ойнап, аумақтала келе аягөзге жақындағанда қолын тапты. Қодар бастаған 90 жылқышы мұны көріп таңдай қақты. Еніне қарап, жаман болмас деп, бақа айғыр деген ат қақты. Айбас құлдың байқағаны құлын ерекше қасиет атанды. 3 күннен соң енесінен бойы асып, жылдам өсіп, үлкен малдай тындырды, барысты.
Бұған Айбас жатып қуанды. Қозыны іздеп табамын деп жұбанды. Күн емес, сағат сайын өскен бақа айғырды өзіне үйретіп, алыс жойға дайындалды. Қозыға барып хабарды жеткізбекке құп алды. Сарыбай байдан көрген жақсылығы көп. Айбас Қарабайға көрер көзге жақындата, алайда оған деген кегі іштей тұтанды. Шындығында да Сарыбайдың қандай жазығы бар еді.